Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 57-ші сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды. Ұмытпаңыздар. Бізде тақырып тіктөртбұрышты үшбұрыштың ауданы, ежелгі уақытта ауданы қалай өлшеген. Сен тіктөртбұрышты үшбұрыштың ауданын есептеуді бүгін үйренетін боласыңдар, балалар. Біз тіктөртбұрыш, шаршы, үшбұрыш сияқты фигуралардың ауданын қазір қалай есептесек, шамамен 4000 жыл бұрын мысырлықтар дәл сол тәсілмен есептеген екен. Ойлан, тікбұрышты үшбұрыштың ауданын қалай табуға болады дейді. Бізде бірінші тапсырмада А нұсқасында үшбұрыштың ауданын палетканың көмегімен анықта дейді. Бізде тіктөртбұрыш берілген, оны жартыға бөлінген. Мысалы, мына жерде торкөздің бізде 1 торкөз, 2, 3, мына жерде 4, 5, 6 торкөз бар екен, балалар. Енді бұл жерде 6 торкөз бар. Демек біз А нұсқасында 6 торкөзімізбен мынау бізде жаңағы бұна бөлініп тұрған жарты торкөз, тағы жарты торкөз. Ол бір торкөзге жатады. Одан кейін тағы жарты көзді қосақ, біз тағы бір торкөзге жатады, балалар. Сонда ол 2 торкөз. Демек, 6-ға 2-мізді қоссақ, ол бізде 8-ге тең болады екен. Енді Ә нұсқасында жарты шаршының тіктөртбұрышты үшбұрыштардың ауданын қалай есептегенін қара дейді. Шаршы 1-2 үшбұрышқа бөлінген, демек әрқайсының ауданы шаршының ауданның жартысына тең дейді. Бізде өрнектердің орындалуын түсіндір дейді. Бұл жерде бізде мына жерде 4 көбейтілген 4 деген бұл бізде ауданның тіктөртбұрышы екен. Сонда 4-ті 4-ке көбейтсек бізде 16 екен. Мына жер 4 деп алайық. Демек, ауданын біз енімен ұзындығын көбейтсек 16 см квадратқа тең болып тұрген. Енді мына жерде мынау бізде шаршының, бұл бізде үшбұрыш екен шаршының. Сонда бұл 16 бөлінген 2. Демек 4-ті көбейтсек 16. 16 саны содан шықтыр. 16-мізді мына жарты, бізде мынау жарты тіктөртбұрышымыз тұр ғой. Соны 2 деп аламыз. Сонда бізде 8 см квадратқа тең болып тұр екен. Тіктөртбұрышты үшбұрыштың ауданы тіктөртбұрыш жасап тұрған 2 қабырғасының көбейтіндісі 2-ге бөлінген тең. Демек, S тең жақша ішіне А көбейтілген В бөлінген 2 екен. Енді Б нұсқасында бізде суретте берілген екен. Тіктөртбұрыш пен тікбұрыштың үшбұрыштың ауданын тап дейді. Ең бірінші суретте балалар бізде ол тіктөртбұрыш ауданын табатын болсақ, А көбейтілген В формуласы. Демек, біз мына ені мен ұзындығын бір-біріне көбейтеміз. Сонда 5 метрімізді көбейтеміз 6 метрге, ол бізде 30 метр квадратқа тең екен. Енді бізде тіктөртбұрыштың үшбұрышын тап деп тұр. Сонда S оны біз мынау бізде 30 метр квадратымыз тұр. Мынау бізде бөлігі бізде екінші бөлігі, тіктөртбұрыштың екінші бөлігі, демек 2-ні деп аламыз. Сонда 30 метр квадратымызды бөлеміз бізде 2-ге, ол 15 метр квадратқа тең. Келесі, екінші финеге қарайық. Бізде ені 4 метр, оны біз ауданын тіктөртбұрышы деп алайық. А көбейтілген В формуласы. Демек, ені мен ұзындығын көбейтеміз. 4 метріміз бен 6 метрімізді көбейтеміз. Сонда бізде 24 метр квадратымыз шығады екен. Енді бізде мына жартысын, демек, ауданның үшбұрышын есептеп табатын болса, ол 24 метр квадратымызды біз бөледігіміз 2-ге. Сонда бізде ол 12 метр квадратқа тең болады. Енді үшінші бізде S тіктөртбұрыште А көбейтілген, бұл жерде А көбейтілген В формуласы. Демек, бұл жерде біз ені мен ұзындығын бір-біріне көбейтеміз. Сонда 5 метрімізді көбейтеміз 8 метрімізге. Ол бізде 40 метр квадратқа тең болады екен. Енді жартысы міне.
Демек, ауданның үшбұрышын табатын болсақ, бізде 40 метр квадратымызды бөлеміз сына 2-ге. Сонда ол 20 метр квадратқа тең болады екен балалар. Келесі бізде екінші тапсырмаға қарайық. Тіктөртбұрыштың қиып алынған тікбұрышты үшбұрыштың ауданын тап дейді. Бізде ауданын табу үшін мына формулаға салуымыз керек. Ол бізде S тең, жаңа айтып өткендей жақшаның ішіне А көбейтілген В және жақшаның сыртына бөлінген 2. Демек, біріншісіне қарасақ, бізде бірінші суретімізге қарасақ, ол бізде ауданын табу үшін жаңа А көбейтілген В формуласы және бөлінген 2 формуласына саламыз. Сонда бізде бұл жерде ені 3 сантиметр. Ұзындығымыз 6 сантиметр. Дәл осы формулаға саламыз. Енді бөлінген 2. 3 сантиметріміз бен 6 сантиметрімізді көбейтсек 18 сантиметр квадрат және 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 9 сантиметр квадратымыз шығып тұр. Келесі екінші. Бізде бұл жерде S деп формуласын жазып қойайық. Сонда мына сандарымызды сол мына формулаға саламыз деген сөз. Бізде ені 6 сантиметр және 6 сантиметрімізді көбейтеміз 7 сантиметрге теңген. Және бөлеміз 2-ге. Сонда біз жаңағы формулаға салдық балалар. Сосын барып, оны біз бөледі екенбіз 2-ге. Сонда ол бізде 21 сантиметр квадратымыз шығады екен. Жаңа формулаға салдық. Бұнан бұлай сызып қойылайық. Енді келесі. Үшінші мына тапсырмаға қарасақ, тіктөртбұрыш берілген. Бұны да S тең А көбейтілген В бөлінген 2 деп алайық. Енді бұл жерде бізде ені 8 сантиметр. Жақшаның ішінде 8 сантиметр. Және ұзындығы бізде 4 сантиметр екен балалар. Бізде жартысы 2-ні аламыз. 2. Енді 8-ді 4-ге көбейтсек бізде 32 сантиметр квадрат. Оны 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 16 сантиметр квадратымыз шығады екен балалар. Келесі бізде үшінші тапсырманы қарайық. Бұл саяжай жері қоршаудың барлық ұзындығын және әр саяжай жерінің ауданын тап дейді. Бізде ең бірінші А нұсқасына қарайтын болсақ, ені 6 метр делінген. Бірінші периметр табайық. Ұзындығы бізде 10 метр. Оған қосамыз ені 6 метрді. 10 қосу 6 дей салайын. Және қосамыз мына жердегі оған 9-мызды және 4 метрмен ұзындығын қосамыз. Сонда ол бізде 34 метрге тең екен. Мына жерді бөлген кезде, 2-ге бөлікке бөлген кезде. Енді біз ауданын табу үшін 10-ды көбейтеміз 6-ға және қосамыз 3 көбейтілген 6. 10-мыздан 6-мыз olsa 60, 3-ге 6 болмаса 18. Сонда бізде 78-ге тең екен. Енді екіншісінде бізде периметр 10 метр, ұзындығы метрін жазбай қоя салайын. 10 қосылған ені 5 және қосылған 6 метріміз және қосылған 5 метр. Және оған ұзындығы мен ені
мына жеріміз бізде белгісіз деген ал 5. Мына жеріміз 6. Ал мына жеріміз бізде 5-ке дейін болады екен. Сонда бізде 42 метр екен. Енді біз ауданды табатын болсақ, онымызды көбейтеміз 5-ке. Сосын қосамыз 6-ға, көбейтеміз 5-ке. 10 мен 5-ті көбейтсек 50, 6 мен 5-ті қоссақ 30. Сонда бізде 80 метр квадратқа тең болады екен балалар. Енді 4-ші тапсырмаға қарайық. Бізде 4-ші тапсырмада фигуралардың қай бөлігі боялған? Бөлшек түрінде жаз. Симметриялы фигураларды ата дейді. Бірінші менен жазып алайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сосын барып 7. Сосын барып ортасынан бөлейін. Ол бізде симметриялыға жатады екен. Екі жағы да бірдей. Демек, бізде 7 бөлігіміздің 1, 2, 3. 1, 2, 3. Оның 3 бөлігі боялған екен. Келесі фигурамызға қарасақ, бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді бұл жерде бізде 12 бөлшегіміздің, 12 бөлігіміздің бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, 6 бөлігі боялған. 12-ден 6 дейміз. Енді бұны қақ ортасынан бөлейік. Бізде екі жаққа бөлсек те, сол біздің суретіміз шығады. Демек, бұл да бізде симметриялыға жатады екен. Келесі шеңберімізді санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді бұл жерде бізде 12 бөлігіміздің 1, 2, 3, 4, 5 бөлігі боялған екен балалар. Бұны да біз мына бөлігімен бөлетін болсақ, ортасынан бөлсек мұны, сонда бұл да бізде бөлген кезде де сол суретіміз, жарты суретіміз біріктірген кезде сол сурет, бөлген кезде де сол жарты бөлігіміз бірдейге тең екен. Демек, бұл бізде симметриялыға жатады. Енді келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бөлігіміздің бізде 1, 2, 3, 4 бөлігі боялған. Бұның біз қақ ортасынан бөлейік. Қақ ортасынан бөлгенде де бізде жарты жағы екеуі бірдей суреті шығады. Демек, бұл да бізде симметриялыға жатады екен балалар. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бізде 8 бөлігіміздің 1, 2, 3, 4 бөлігі боялған екен. Енді бұны да дәл қақ ортасынан бөлейік. Бөлген кезде де сол екі бірдей суретіміз шығады. Демек, бұл да бізде симметриялы фигураға жатады екен балалар. Келесі 5-ші тапсырмаға қарайық. Бізде келесі балалар 5-ші тапсырма амалдар бойынша жаз және есепте. Есептеу тәсілін түсіндір. Осыған ұқсас өрнектер құрастыр дейді. Ең бірінші бізде 1000 азайтылған шақша ішінде 642 қосылған 128 делінген. Балалар, ең бірінші біз 642-міз бен 128-мізді қосып алайық. 642-міз бен 128-мізді қоссақ, ол бізде 770-ке тең. Енді екінші 1000-нан сол шыққан бағанаға 770 мәнімізді азайтамыз. Сонда бізде 230-ға тең екен. Мына жерге 230 деп жазып қояйық. Келесі бізде 286 қосылған жақша ішінде 500 азайтылған 43 делінген. Ең бірінші біз балалар жақшаның ішін орындайды екенбіз. Сонда 500-мізден аламыз 43-мізді. Ол бізде 457-ге тең. Енді 286-мыздан бағана шыққан мәніміз 457-ні аламыз. Сонда ол 743-ке тең. Мына жерге 743 деп жазып қояйық. Келесі балалар бізде
900 азайтылған жақша ішінде 800 азайтылған 645 делінген. Ең бірінші біз жақшаның ішін орнаймыз. 800-ден 645 алайық. Ол бізде 155-ке тең. Енді 900-ден жаңа шыққан 155 мәнін аламыз. Сонда ол бізде 745-ке тең болады екен. Ол 745 деп мына жерге жазып қойайын. Енді келесі. Бізде 129 мың қосылған 800 мың азайтылған 20 мың делінген, е? Енді ең бірінші біз 129 мыңызды қосып алайық 800 мыңға. Ол бізде 929 мыңға тең болады екен. Енді екінші. Тоғыз 29 шыққан мәнді аламыз 20 мыңызды. Сонда ол бізде 909 мыңға тең болады екен. Мына жерге 909 мың деп жазып қойайық. Келесі бізде 503 мың азайтылған жақша ішінде 360 мың аламыз 200 мың делінген. Ең бірінші біз жақшаның ішін орнаймыз. 360 мыңнан аламыз 200 мыңызды. 360 мыңнан 200 мыңды алсақ, бізде 160 мыңға тең. Екінші. Енді екінші мынау 503 мыңды шыққан мәнін қайтадан жазамыз. Содан алатын боламыз. Сонда бізде 343 мыңға тең болады екен. Енді келесі соңғысы бізде 600 мың. Жақшаның ішіне 600 мың. Азайтылған 450 мың. Және жақшаның сыртына қосылған 80 мың. Енді бірінші бізде жақшаның ішін орындаймыз. 600 мыңнан аламыз 450 мыңды. Ол бізде 150 мыңға тең екен. Енді екінші шыққан 150 мыңымызды қосамыз мынау 80 мыңға. Сонда бізде 230 мыңға тең. Мына жерге 230 мың деп жазып қойын. Балалар, осымен біздің сабағымыз тәмам. Менің каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды. Ұмытпаңыздар.